Бір жігіт келе жатыр шылым шегіп, көшеге өмірінің гүлін сеуіп. Ғұмыры шылым емес, бірақ оның ертең қайта тұтанар бүгін сөніп. Бұл көрініс бойымды тіксіндірген, бәрін қайдан бауырым ұқсын бірден. Артынан аяп тұрдым сол жігітті, жалындайтын жасында бықсып жүрген. Я, шылым шегу зиян қызмет. Оған күш салмай тастауға болмайды. Ол нағыз нашақорлық, және оны көбі шыңдап көңілдеріне алмайтыны аса қауіпті. Темекінің шығу тарихы. Темекі Европа мен Азияға 15 ғасырда келген. Алғашқы кезде темекі тіс ауруына қарсы қолданылатын дәрі ретінде пайдаланып жүрген. Ресейде темекі тарту дағдыға айналып, кең етек жайған мезгіл Петр I патшалық еткен кез. Темекінің зиянды жақтары. Темекінің зиянды жақтарын атап өтсек, ас қорытуға және де асқа деген тәбеттің қашуы, тістің сарғаюы, ауыздың сазуына, жөтел мен қақырықты пайда болады, және де созылмалы тыныс жолдарының қабынуына әкеп соқтырады. Шылым шегу кең тараған зиянды әдеттердің бірі. Дамыған елдердің шылымнан 20% астам мезгілсіз өлімдердің болуы себебі. Медициналық статистикалық деректердің бойынша әлемде шылымнан жылы сайын 2,5 миллион адам өледі. ақш-тың басты